саламатсыздар. Бүгін біз сіздермен Әуезов атындағы орта мектебінің көгалдандыру және абаттандыру жұмыстарын тамашалайтын боламыз. Бар жақсылық балаларға ұранымен, балаларға арналған демалыс алаңында бейбітшілік құсы көгершіндер, бейкүнә еліктер, қос тырна, ару аққулар, әсем ләйлек сияқты мүсіндер орын алған. Табиғаттағы ең еркін сұлулық ол гүлдер деп, ауланы гүлмен көмкердік, жасыл желекпен киіндірдік. Гүлзарларға көз салыңызшы. Нәзік петуния, ғажап газания, мейірімді цинерария, бойшаң лала, алтын шарлар, сальвия, барқыт гүл мектепке сән беріп тұр. Ауланы айнала сымбатты, бойшаң, терек ағаштар, қарақат, қарағаш, мамыргүл, шырайлы шырша алаңы әдемілікті әрлей түседі. Мектебіміздің ауласын жұмақ мекенге айналдыру жас өркеннің әдемілікті көріп, одан ләззат алып, оны бағалауына ықпал етеді. 9 айға 9 іс-шара аясындағы білім беру ұйымдары арасындағы жасыл мекен атты челленджге қатыстық. Ыстық күнде жаныңды жадыратар субұрқақ балалардың сүйікті орыны. Сол жасыл әлемнің жанынан балалар алаңын ашып, түлектеріміз жаңа бір жақсылықтың нәрін екті.